Kurban ayt deymiz. Kurban деген sözdөн çıkkan. Kurban деген kurb. Allah'a жақындық деген söz. Allah'a жақындық деген söz. Бұл күні Allah'a ең жақсы көрілген амал қан шығару. Қан шығару. Әр бір адамға кімге зекет фарыз болса, ошоға құрмандық чалуысы важип болып есептелінеді тұрғандар. Демек, зекет кімге фарыз? 127.500 сомы бар кишиге құрмандық чалу важип, милдетті болып қалады. Бұл сөзсіз чалып, ушунун бардық етін өзіңіз жесеңіз деле бола береді. Кембағалға берсеңіз деле милдетті емес. Туғандарға берсеңіз деле милдетті емес. Демек, бұның соғуы туғандар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Фатима, қызы Фатима айтады. Құрмандық чалғанда жанында тұр дейді. Құрмандық чалғаныңызда бұл ибадат. Бұл жөнөкөй күндегі сіз қой сойып жейсіз ғой.